Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып жол жөнекей бір үйге құдай қонақ болады. Өзі атақты бір палуанмен күресіп, соны жеңіп келе жатқан бет екен. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңгенін қайта-қайта айтып, мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған атақты палуаны босағада шай құйып отырған келіннің ағасы екен. Бауырын жығып онысын бөсіп отырған құдай қонақтың бөстегі әңгімесі келіннің намысына тисе керек. Шыдамы әбден сарқылып әлгі қонаққа қарап: "Сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгенің рас болса, менімен күресіп көр, күшіңді сынап көрейік" дейді. Нәзік жанды әйел адамның бұл әңгімесі палуанның қытығына тиіп кетсе керек. Шамданып қалған ол: "Мына қатын не деп оттап отыр? Боз кілемде астыма салып, бір илейтін екен өзін" деп мазақ етеді. Одан сайын ашуы келген келін қанша дегенмен осал жердің қызы емес қой. Мақтаншақ палуанға қарап: "Көрерміз кім жеңетінін. Мықты болсаң көп сөзді қойып, шық кілемге" дейді. Екеуі боз кілем үстінде күресіп кеп береді. Алғашқыда өзіне толық сенімді болған әлгі палуан келіншектің күресіне немкеттілеу қарайды, бірақ болдыратын емес. Әбден ашуға булыққан әйел палуанды атып ұрып, астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Елге қарайтын бет жоқ, содан бет ауған жаққа қарай ауып кеткен екен. Әйткенмен жігіттің наласы бар ғой. Палуанды жеңген әлгі келіншек көп өтпей қатты ауырады. Ол уақытта қазіргідей дәрігер қайда? Ел аузында жүрген бір емшінің дерегін іздеп барып жағдайын айтады. Сонда әлгі емші мұны ары-бері қарап: "Сенің кеселің өте ауыр екен. Ер адамның үстінен аттап кеткен жерің бар ма? Егер бар болса, сол еркекті тауып, кешірімін алуың керек, сонда ғана саған ем қонады" дейді. Сырқаты жанына батқан келіншек қасына күйеуін ертіп, баяғы өзі жеңген палуанды іздеп жолға шығады. Ай жүріп, апта жүріп, әлгі палуанның еліне барса, ол әлде қашан ішкі сау болып өлген екен. Енді қайтеді? Міне, осы жерде әйел адамның ақылды болатыны тағы бір дәлелденеді. Ол: "Ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдер" деп палуанның өзімен күрескен кездегі киген шекпенін сұратып алады. Оны өз күйеуіне кигізіп, 3 рет басын иіп кешірім сұраған екен. Содан көп ұзамай түс көріп, түсінде палуан кешірім бергенін аян арқылы білдіреді. Осылайша ол ауруынан құлан таза айыққан екен. Бұдан шығатын түйін: ешқашан әйелді кемсітіп, төркінін тілдеп, намысына тимеу керек. Екіншіден, мейлі ол бала болса да, әйел адам еркектің үстінен аттауға болмайды. Үшіншіден, киімде де кие болады. Сол үшін киімді ешқашан аяқ асты етпеу керек.